Армысыздар, құрметті достар. Біз қазір Ақмола облысына қарасты орман және табиғатты қорғау инспекторлармен бірге рейдке шығып барамыз. Өйткені қазір балықтың уылдырық шашатын кезі, аулауға тыйым салынған. Инспектор Мұхит Рамазанов қазір қай өзендерге барып балық аулауға болмайды және де қандай балықтың түрлеріне тыйым салынған? Қазір енді мынау уылдырық шашу кезеңіне байланысты балықтардың Ақмола облысы бойынша Нұра, Есіл, Селеті өзендерінде жаңағы 20 сәуірден 20 мамырға дейін балық аулауға тыйым салынған. Және балықтың түрлері шортан, көксерке, судак дейміз ғой. 15 сәуірден 20 мамырға дейін. Сазан, қарп балық тұқымдастарына 20 мамырдан 20 маусымға дейін тыйым салынған. Инспекторлар өз жұмысын бастады. Ассалаумалейкум. Упаковка немного қармаққа запрет емес, тек мына хищникқа запрет. Мынау Есіл Нұра 20 сәуірден 20 майға дейін запрет. Біз бәрі балықты ұстап жібере саламыз. Жоқ, сіз ұстағанда да ұстамауыз. Балық аулап қармақ сатып, Жарайды, кетіп. Мына мусорды неге айдамайсыңдар сен? Жоқ, мусор ол біздің мен жинап жүрмін мысалы келіп, мында. Мусорды біздің құзыретімізге кірмейді ол. Құжаттарыңызда. Қай телевидение? Ол да жаңағы заң бұзушылық. Кей балықшылар осы балықты ғана ұстаған екен. Балық әлі тірі. Суға жіберейік. Неге балықшылар қармақтарын жинады. Дәл қазіргі уақытта мамырдың 20-сына дейін Нұра, Есіл өзендерінде балық ұстауға тыйым салынғанын білмедік дейді. Заңды білмеу жауапкершіліктен босатпайды. Қазір инспекторлар хаттама толтыруға кірісті. Ну, я просто объясню, чтобы вы знали, чтобы потом... Кирилл, видишь, да? Введение запрета, ограничение запрета на пользование объектом животного мира, их части дериватов, установлены место и сроки их пользования. Мына жерде де бір азамат қармақ салып отыр. Инспекторлар алыстан байқап келді. Запрет. Можно ваши документы? Көкшетау, Ақмола облысы орман шаруашылығы жануарлар дүниесі инспекциясынан. С 15 апреля по 15 мая. Сазан, карп. Инспекторлардың айтқанына балықшы келіспеймін дейді. Өйткені мына су Есіл өзеніне жатпайтынын айтып, алға тартып отыр. Сіз не үшін келіспейсіз бұл кісілермен? Мына өзенді жауып тастаған өзен. Мынау енді кеуіп жатыр. Кеуіп жатқан өзен. Бұл Есілге жатпайтын өзен. Міне мынау су. Мына жерде енді ойлаймын, мен балық аулауға болатын шығар деп. Удочки. Ассалаумалейкум. Мне лапы, перчатки, видеоэлектронды. Азаматтар тек табиғат аясында демалып жүрміз дейді. Инспекторлар көліктерін бәрін тексерді. Балық, ешқандай заң бұзушылық анықталған жоқ. Қазір балық аулауға мүлдем тыйым салынған мезгілі болса да, Есіл, Нұра өзендерінің бойларында балықшылар көп.
осымен бірнешеуін кезіктірдік. Инспекторлар тиісті хаттамаларын толтырып беріп жатыр. Бірақ осы уақытқа дейінгі жолыққан балықшылардың айтатыны, олар тыйым салғанын білмеген, яғни естімеген. Мұхит Рамазанов, кездескен балықшылардың барлығы жаңағы тыйым салынғанын білмедік дейді. Мүмкін ақпарат дұрыс жетпей жатыр ма? Енді өздеріңіз білетіндей, жағы заң бұзушылықты, заңды білмеу, заң бұзушылықтан жағы құтқармайды дейді ғой. Сондықтан да ол жағы қазір интернеттер бар, интернет құралдары, олар ақылда көруге жағы ашып көрсе, жағы тыйым салынған уақыттың қай уақыттан қай уақытқа дейін созылатынын ашып көруге. 2 сағатқа жуық рейд барысында 10 шақты адамды жолықтырдық. Балықшыларға қандай да бір жеңілдік не болмаса ескерту қарастырылмаған екен. Барлығына әкімшілік хаттама толтырылды. Тыйым салынған уақытта қармақ салған азаматқа 10 айлық есептік көрсеткіш, яғни 27.770 теңге айыппұл салынады екен. Сонымен қоса ұстаған балығының түріне, келтірген залалына байланысты да 0,4-тен 3 айлық есептік көрсеткішке дейін де айыппұл салынады. Сондықтан мамыр айының 20-сына дейін күте тұрғандарыңыз абзал.